барлығы тағдырда жазылған. Алла Тағала былай дейді: жер бетінде орын алатын қуаңшылық, зілзала, топан су сынды қандай апат болмасын, яки бастарыңа келетін ауру сырқау, ашаршылық, жақындарыңнан немесе дүние мүліктеріңнен айырылу сынды қандай ауыртпалық болмасын, бәрі де біз оларды жаратпай тұрып ақ кітапқа, лаухул махфузға, тағдыр тақтасына жазылып қойылған. Шүбәсіз бұл Алла үшін оп-оңай. Хадид сүресі 22 аят. Біз Тәураттан кейін Зәбурде де жер бетіне бір Аллаға иман келтіріп, игі істер істейтін ізгі жандар мұрагер болады. Яғни қиямет қайымнан және қияметтің орнауына себеп болатын құбылыстардан бұрын жер бетіне солар иелік етеді. Сондай-ақ ақыретте де жұмақтың жеріне солар мұрагер болады, деп жаздық. Әнбия сүресі 105 аят. Алла Тағала әрбір нәрсе туралы анық біледі. Ол өткен заманда болған және келешекте болатын нәрселердің бәрін біледі. Ол бәрін түгелдей және ұсақ түйегіне шейін біледі. Және одан көкте де, жерде де еш нәрсе жасырын қала алмайды. Жаратқан былай дейді: анығында адам баласын біз жараттық. Міне, сондықтан нәпсісінің оған үнемі не сыбырлап, көкейіне қандай ойлар салатынын жақсы білеміз. Қаф сүресі 16 аят. Алла Тағала аспан мен жерді жарататын кезде лаухул махфузда қиямет қайымға шейін болатын нәрселердің бәрін жазып қойған. Алла жаратқан ең алғашқы нәрсе қалам болды. Оған ол жаз деп бұйырды. Қалам: уа жаратқаным, мен нені жазам? Деп. Ол болатынның бәрін жаз деді. Сонда қалам қиямет күніне шейін болатын нәрселердің бәрін жазды. Барлығы оның билігіне мойынсұнып, оның еркіне бас иеді. Оның қолында билік те, көк пен жердің кілттері де бар. Дүниедегі нәрселердің бәрі Алланың әмірімен болады. Жақсылықтар да, жамандықтар да, азаптар да, қорқыныштар да, қауіпсіздіктер де, аманшылықта, аурулар да, жалпы барлық үлкен және кішкене нәрселер, маңызды және маңызсыз ұсақ түйектің бәрі оның әмірінде. Тағдырға сену кісіге сабырлы болуды үйретеді. Ол өмірінің қиыншылықтарға ұшыраған сәттерінде де мұңаймай, сары уайымға салынбай, тіршілігін жалғастырады. Ол тағдырға жазылғанның бәрі оны айналып өтіп кетпейтінін, ал енді пешенесіне жазылмағанның оған келмейтінін біледі. Сондықтан ол тағдырға сенбегендерге қарағанда көңілі тоқ және тыныш өмір сүреді. Тағдырға сенген кісі басына қайғы келгенде шыдамды және сабырлы болып, жаратқанның сауаптарынан үміт етеді. Осылайша оған қайғы ретіне келген нәрсе жақсылыққа айналады. Алла Тағала былай дейді: басқа келген әр жамандық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кімде-кім Аллаға шын көңілмен иман етсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа бұрады. Алла барлық нәрсені біледі. Табағун сүресі 11 аят. Кесел-кесапатқа ұшыраған кісі бұның Алла жазған тағдыр екенін біліп, Алланың жақсылығынан үмітін үзбей, сабырлық танытатын болса, Алла оның құлазыған көңілін тыныштандырады да өзінің құдіретімен және тура жолымен оның бұл дүниеде жоғалтқан нәрсенің орнын толтырып береді. Кейде жаратушы пендеге жоғалтқан нәрсесін қайтарып береді, немесе одан да жақсы нәрсе нәсіп етеді. Басыңа келетін нәрседен қашып құтыла алмайсың. Біздің қолымыздан келетін бір ғана нәрсе жаратқанның тағдырына бас иіп мойынсыну және көп кісінің айтуы әдетке айналған әттең деген сөзді ауызға алмау керек. Әттең дегеннен еш пайда жоқ. Ешқашан. Егер мен пәлендей қылғанда түгендей болар еді, немесе егер де мен мынаны жасамағанда осындай болмас еді
дегендей өкініш сөзді айтпа. Бар болғаны Алланың тағдыры, жаратушы өз қалағанын жасады деп айтсаң дұрыс болады.